Сәлем достар, менде осындай нанның қалыптары бар. Көптен пайдаланылмаған, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, майдың қалыңдығы мінекей осындай болып тұр. Енді осы қалыптарды қазір тазалайтын боламыз. Результатымыз мінекей осындай болды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Үлкендеу ыдыс аламыз және су құйып алып, кәдімгі кір жуатын содадан, яғни ұнтақтан 7 қасық саламыз. Және де ас содасынан дәл сондай 7 қасық саламыз. Үстіне 7 қасық шемешкі май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Судың астын жағып қойдық, яғни қайнап жатыр суымыз. Енді үстіне бір осындай кір сабынды алып, үккіштен өткіземіз, немесе пышақтың көмегімен уақтап турап саламыз. Суымыз қайнап жатыр және сабын біртіндеп еріп жатыр. Енді ыдыстарымызды саламыз. Ыдыстың барлығы бізде батпайды, сол себепті қазір кезекпен кезек аударып тұратын боламын. 40 минуттай уақыт өткенде кейінгі жағына аудардым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте қиын тазалау, бұлай қырғышқа кетпейтін май бізде. Тағы да аудардым. 1 сағаттан кейін мінекей осылай жайлап алынып жатыр барлығы. Пышақтың көмегімен қатты күш салып жатқан жоқпын, тек жай қырып жатырмын, сонда түсіп жатыр. Осылай келесі жағына аударып отырып, кезекпен кезек осылай қырып тазалап отырамыз. Ал егер осындай ласы немесе майы дейміз бе, кішкентай жұқа болса, онда тез 1 сағат қайнағаннан тез тазаланады. Менікі қатты болғандықтан менде 3-4 сағаттай кетті қайнауына. Осылай суда қайнап тұрғанына 3-4 сағаттай уақыт кетті. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей су өте лас болды, жайлап алынып жатыр. Ішкі жағы да, қазір ішкі жағын темір қырғышпен қыратын боламын, себебі пышақпен қыруға қиынға соғып жатыр, ыңғайсыздау. Сол себепті қазір кішкене қайнатып алғаннан кейін қырғышпен қыратын боламын. Мінекей біздің қалыптарымыз дайын болып қалды. Көп қағы барлығы түсті. Енді қалғанын қырғыштың көмегімен суда жуып, осылай темір қырғышпен қырып тазалайтын боламын. Мінекей тазалап болып қалды. Кішкентай жерлері қалды. Себебі бұл материал ескі болғандықтан тегіс емес, кішкене бүдір-бүдір жерлері бар. Соны кішкене ерінбей отырып алып тастау керек, осылай пышақтың көмегімен немесе қырғышпен. Ал жалпы бұл әдіс жұмыс жасайтын әдіс. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең бастысы химиясыз тазалау болып табылады. Сіздер де дәл осы әдіспен қазандарыңызды тазалап және результаттарыңызбен
комментарийда бөлісе кетсеңіздер. Және де видео ұнаса, мені қолдап лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма жазыла кетсеңіздер.